демек кетуі керектігінің сөзін мынандай мәселе бар. Құрметті әріптестер, бір проблема шешіліп жатқан жоқ. Кешегі өткен аптадағы үлкен мәселе көтерілген болатын. Сол мәселе бойынша қазір басшыға кіріп, тез шешімін шешуді сұрайық, қандай ұсыныстар бар екен білейік. Ақылдасып шешім қабылдап отыр. Соған байланысты қандай шешім шығарасыз, қандай Димаш Қырғымбайұлы, қазір өздерінің ұстауларының құқықтарын бар екен де, балаңыздың ұстауына құқық жоқ па деп, сонда неге теңдей көрмейсіңдер деген мәселені айтады. Онымен қосымша ол ата-аналар осындай жауап жасады. Ол мәселені қойдыңызшы, Айнұр апай. Ол мәселеге қосымша бүгін мен өзім ең шынықтыру пәнінен сабақ бергеннен кейін жаңа екінші сабағымның бітер бітпесте үстінен су кетті шақырды. Бірінші мәселені шешіп жатты, жаңағы осы мәселені. Бұл мәселенің бәрі күнделікті айтылып отырған мәселе ғой енді. Айтылады, қояды, қандай шешім қашан бұл проблема шешіледі? Сіздің өзіңіздің телефоныңызға жаңа проблема шешіледі. Назарбек Бейсенбайұлы, дәлелдеу жөнінде осы мәселені шешіп өтті. Сонда не болды? Қаншама мәселе, қаншама шешім таппасақ